Қайырлы күн, бүгінгі тақырыбымыз сын есім. Сын есімнің ережесі. Заттың түсін, сапасын, белгісін, күйін, салмағын, көлемін, иісін, тағы басқа қасиеттерін білдіретін сөз табы. Сұрақтары: қандай, қай? Сын есімге мысалдар: қызыл, жақсы, әдемі, уайымшыл, сары, ыстық, тәтті, дәмді, тағы басқа. Басқа да есімдер сыңайлы сын есім құрамына қарай дара және күрделі болып бөлінеді. Дара есімдер бір ғана түбірден немесе сөзден тұрады. Мысалы, әдемі, қоңыр, күлкішіл, таңғы, ұзын, жақсы. Күрделі сын есімдер кемінде екі немесе одан да көп түбірден, яғни сөзден тұрады. Мысалы, күрең қызыл, қарала, қарасұр, ақ сақалды, тағы басқа. Күрделі есімдерге кемінде екі я одан да көп түбірден құралған формалар жатады. Онда есімдер қазіргі қазақ тілінде төрт түрге бөлінеді: біріккен сөздер, қос сөздер, тіркес сөздер, қысқарған сөздер. Енді тапсырмаға назар аударыңыз. Дара және күрделі сын есімдерді бөліп жазыңыз. Өзге де есімдер сыңайлы сын есімде негізгі және туынды болып бөлінеді. Негізгі сын есім дегеніміз құрамын бөлшектеуге келмейтін түбір сын есім. Жұрнақсыз, жеке тұрып ақ сындық мағынаны береді. Мысалы, ақ, терең, сары, кең, жылы, алыс, тағы басқа. Ал туынды сын есім дегеніміз түбірге жұрнақ жалғануы арқылы жасалатын сын есім, яғни жаңа сөздің тууы. Мысалы, сақалды, жазғы, береке сіз, қыс қы. Сонымен қатар сын есімдер мағынасына қарай сапалық және қатыстық сын есімдер болып бөлінеді. Сапалық сын есім дегеніміз негізгі түбірі сын есімнің өзінен болып, заттың сынын, түр түсін тікелей анықтайды. Мысалы, қызыл, ащы, жақсырақ, ащылау, көкшіл, тұп-тұщы. Бұл сөздердің барлығы сын есім немесе түбірі сын есімнен болған сындық мағынаны білдіретін сөздер. Келесі қатыстық сын есім. Заттың сын сипатын басқа сөз табының қатысы арқылы білдіретін сын есімдер. Мысалы, ақылды бала дегенде түбірі ақыл, яғни зат есімнен сын есім туып тұр. Өткір пышақ, өту. Етістіктен сын есім туып тұр. Көршілес үй, көрші, зат есімнен сын есім туып тұр. Сәулетті ғимарат, сәулет сөзінен туындап тұр. Айнадай таза, жаңбырлы күн. Бұлардың барлығы зат есімнен туындаған сын есімдер, туынды сын есімдер, яғни қатыстық сын есімдер. Төмендегі тапсырманы орындап көріңіз. Бұл үшін туынды сын есім құрауыңыз қажет. Яғни сізге негізгі сын есім берілген, осыдан туынды сын есім құраңыз. Назарларыңызға рахмет, келесі кездескенше.